Ал шәкірт үшін ұстаздың бір ауыз сенімі өмір бойына жететін күш болуы мүмкін. Ендеше, осы ерекше байланысты өнер арқылы жеткізетін бір жүрек мың шәкірт атты ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс қойылымы Баян Байбойшын атында Бөбекжай бүркеншілер орындауында қабыл алыңыздар. Жүріңдер балақайлар, келіңдер, тездетіп орындарыңды тауып тұра қалыңдар. Тамаша, балақайлар, біз бүгінгі жаттаған жыр жұмағымызды айтып жіберейікші қане. Тәрбиеші Диназ, бұл сенбісің? Құдай-ау, қалай өсіп кеткенсің? Келіңдер балақайлар, келіңдер, менің қасыма жиналыңдар. Сәлеметсіз бе, мерекеңіз бен бұл ойыншықтары сізге. Көп рахмет. Балақайлар, бұл Диназ біздің балабақшамыздың тәрбиеленушісі болған. Қазір мектептің үздік оқушысы. Сіз әлі балабақшада жұмыс істейсіз бе? Я, мен осында балабақшадамын. Сендер сияқты тәп-тәтті балақайлар келіп жатқан жерден қалай кетеді? Қиындығы мен қызығы қатар жетім балабақшада жұмыс істеген өзіңізге ұнайды ғой? Әрине, сендердің кіп-кішкентай жүректеріңе мейірім мен ізгілік дәнін сеуіп, адамгершілік қасиеттерді бойларына сіңіріп, тәрбиелей алу ол біздің еңбегіміздің жемісі ғой. Мына отырған ұстаздардың барлығы шәкірттері үшін еңбек етіп, тер төккен жандар. Мына менің ұстазым, және де сенің ұстазыңның ұстаздары, еңбектерінің зейнеттерін көріп отырған ардагер ұстаздарымызда